Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі қарайтын тақырыбымыз Қазақстан Республикасы парламентінің конституциялық құқықтық мәртебесі. Парламенттің өкілеттігі оның бірінші сессиясы ашылған сәттен басталып, жаңадан сайланған парламенттің бірінші сессиясы жұмысқа кіріскен кезден аяқталады. Парламенттің өкілеттігі Конституцияда көзделген реттермен тәртіп бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Парламенттің ұйымдастырылуы мен қызметі оның депутаттарының құқықтық жағдайы конституциялық заңмен белгіленеді. Парламент тұрақты негізде жұмыс істейтін екі палатадан тұрады. Ол Сенат және Мәжіліс. Сенат конституциялық заңда белгіленген тәртіппен әр облыстан, республикалық маңызы бар қаладан және Қазақстан Республикасының астанасынан екі адамнан өкілдік ететін депутаттардан құралады. Сенаттың 10 депутатын, оның ішінде 5-еуін Қазақстан халқы ассамблеясының ұсынысы бойынша республика президенті тағайындайды. Мәжіліс конституциялық заңда белгіленген тәртіппен аралас сайлау жүйесі бойынша біртұтас жалпы ұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорционалды өкілдік ету жүйесі бойынша, сондай-ақ бір мандаттық аумақтық сайлау округі бойынша сайланатын 98 депутаттан тұрады. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің және маслихаттарының депутаттарын сайлау бойынша аумақтық сайлау округтерін құру тәртібін бір мандаттық сайлау округтері бойынша Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттарын сайлау жөніндегі сайлау округтерінің тізбесі мен шекараларын қарайды. Парламент депутаты бір мезгілде екі палатаға бірдей мүше бола алмайды. Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі 6 жыл, мәжіліс депутаттарының өкілеттік мерзімі 5 жыл. Мәжілістің депутаттарын сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Мәжіліс депутаттарының кезекті сайлауы парламенттің жұмыс істеп тұрған сайланымы өкілеттігінің мерзімі аяқталғандан кемінде 2 ай бұрын өткізіледі. Сенат депутаттары жанама сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру жолымен сайланады. Сайланған Сенат депутаттарының жартысы әрбір 3 жыл сайын қайта сайланып отырады. Бұл орайда олардың кезекті сайлауы бұлардың өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі 2 айдан кешіктірілмей өткізіледі. Парламент немесе парламент мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауы тиісінше парламент немесе парламент мәжілісінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күннен бастап 2 ай ішінде өткізіледі. Қазақстан Республикасының азаматтығында тұратын және оның аумағында соңғы 10 жылда тұрақты тұрып жатқан адам
парламент депутаты бола алады. Жасы 30-ға толған, жоғары білімі және кемінде 5 жыл жұмыс стажы бар тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, не республика астанасының аумағында кемінде 3 жыл тұрақты тұрып жатқан адам Сенат депутаты бола алады. Жасы 25-ке толған адам мәжіліс депутаты бола алады. Парламент депутаттары оның жұмысына қатысуға міндетті. Парламентте депутаттың жеке өзі ғана дауыс береді. Депутаттың палаталар мен олардың органдарының отырыстарына дәлелді себептерсіз 3 реттен артық қатыспауы, сол сияқты дауыс беру құқығын басқа біреуге беру депутатқа заңда белгіленген жазалау шараларын қолдануға әкеп соғады. Парламент депутаттарының басқа өкілді органның депутаты болуға оқытушылық, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметтен басқа ақылы төленетін өзге де жұмыс атқаруға, кәсіпкерлікпен шұғылдануға, коммерциялық ұйымның басшысы органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына кіруге құқығы жоқ. Ереженің бұзылуы депутаттың өкілеттігін тоқтатуға әкеп соғады. Парламент депутатын оның өкілеттік мерзімі ішінде тұтқынға алуға, күштеп әкелуге, сот тәртібімен белгіленетін әкімшілік жазалау шараларын қолдануға, қылмыс істеген үшін тұтқынға алуына болмайды. Палатаның келісімінсіз қылмыстық жауапқа тартуға. Парламент депутатының өкілеттігі орнынан түскен, ол қайтыс болған, соттың заңды күшіне енген шешімі бойынша депутат іс әрекетке қабілетсіз, қайтыс болған немесе хабарсыз кеткен деп танылған жағдайларда және конституция мен конституциялық заңда көзделген өзге де жағдайларда тоқтатылады. Парламент депутаты ол Қазақстаннан тысқары жерге тұрақты тұруға кеткен, оған қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген, Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтқан кезде өз мандатынан парламент мәжілісінің депутаты, депутат конституциялық заңда сәйкес партиялық тізім негізінде өзін сайлаған саяси партиядан шыққан немесе шығарылған, конституциялық заңға сәйкес партиялық тізім негізінде депутатты сайлаған саяси партия қызметін тоқтатқан, бір мандаттық аумақтық сайлау округі бойынша сайланған депутатты конституциялық заңда айқындалатын тәртіппен сайлаушылар кері шақырып алған кезде өз мандатынан айырылады. Парламент сенатының тағайындаған депутаттарының өкілеттігі республика президентінің шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.